Әдеп пен тәртіп. Әдеп пен тәртіпті орнату үшін ең алдымен қайсысы үлкені, қайсысы кішісі және қайсысы тең екенін анықтап алу қажет. Үлкен деп өз қадір қасиетін сезінетін, өзгенің қателігін көре тұра оны жүре түзілетін жол деп есептейтін адамды айтамыз. Үлкенге тән қасиеттер ол қам жеу, кешірім, төзімділік, жанашырлық. Төзімділік қасиеті арқылы кім үлкен екенін анықтауға болады. Үлкен болу үшін өзгелер үшін жауапкершілік алу керек. Адалдық ол да жауапкершілік болып табылады. Үлкен деп аталу қандай критерий арқылы анықталады? Жасы, байлығы, білімі, билігі арқылы. Жұмыста жас үлкенді біз үлкен деп қадірлейміз. Бизнесте капитал, ақша санымен үлкені анықталады. Басқаруда үлкен деп билігі көп адамды айтамыз. Білім саласында үлкен деп білімі көп адамды айтамыз. Енді осы төртеуінің қайсысы маңызды? Әрине білім. Білім жоғарыдан, үлкеннен келеді. Сабақтастық болмағандықтан қазір білім бұрмаланған. Америкада бір жынысты үйлену заңдастырылған. Бұны құптайтын дәлелдер ешқай религияда, ешқай көне жазбаларда кездеспейді. Неге қателесеміз? Өйткені айырмашылығын білмейміз. Үлкенді тыңдамағандықтан, естімегендіктен, білімін алмағандықтан, сабақтастық үзілгеннен. Үлкен кіші арасында сабақтастық болу керек. Иерархия бар жерде сабақтастық болады. Құрдастар өзара тең. Олар жоқ, олай емес деп бір-біріне айталады. Кіші үлкенге олай айтса, ол дөрекілік әрі қорлау болып есептеледі. Бұл жерде субординация сақталу керек. Сондай-ақ үлкеннің кішіні пайдаланып кетуде болады. Дегенмен үлкенді сыйлаған адам әлеуметтік сатыда тез көтеріледі. Үлкендердің жақсылығын көруді үйрену, тырысу ол жақсы әдет. Өйткені басшыға ондай адамдардың көзінен адалдығы көрініп тұрады. Ондай адамдар жер бетінде аз. Көбіне адамдар мынау бөтен және мынау өзімдікі деген ниетте болады.